Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Бүгін менің сіздерге көрсететін сабағым арифметикалық прогрессия және арифметикалық прогрессияның n-ші мүшесінің формуласы тақырыбы. Енді бүгінгі менің сабағымның мақсатына келетін болсақ, оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаты арифметикалық прогрессиялардың n-ші мүшесінің сипаттамалық қасиетін білу және қолдану. Енді сабағымыздың мақсаты арифметикалық прогрессияның n-ші мүшесінің формуласын меңгереді және есептерді шешуде сол формулаларды қолданады. Енді сабағымыздың ең басы миға шабуыл тапсырмасы. Бұл ең бірінші сабаққа логикалық есептерді кіріктіру мақсатында болатын. Бұл жерде 72 қандай да бір арифметикалық амалдарды қолданып 12-ге көбейту, бөлу деген сияқты 27 шығару керек еді. Бұл жерде мына жауабы оң жағында көрсетіліп тұрғандай 7 мен 2 цифраларының қосындысы 9-ды береді. 1 менен 2 цифраларының қосындысы 3-ті береді. Сөйтіп көбейткен кезде 27 болады. Және екіншісінде де сол сияқты 4 пен 4 8, 2 мен 0 2. Енді біздің жауабымыз жалпы 5 пен 4-шін атап айтқанда 5 пен 3 жаңа көбейту амалын орындаймыз. 3 пен 7 10-ды береді. 5 пен 3 8-ді береді. Және 80 деген осы біздің миға шабуыл тапсырмамыз болды. Келесі бізде үй жұмысын тексеру, көршіңді тексер әдісі арқылы экранға бізде үй тапсырмасының жауаптарымен берілді. Сонымен балалар өздерінің дәптерлерін бір-бірімен алмасу арқылы тексерді. Және келесі бізде мынау біздің екінші сабағымыз болғаннан кейін тақтада 5 минуттық арифметикалық прогрессиялардың формулаларын еске түсіру мақсатында арифметикалық прогрессия тақырыбына қатысты 5 минуттық видео үзіліс көрсетілді. Одан кейін барып бекіту сабағы. Енді бізде топқа бөлу ұшақ билеті арқылы топқа бөлінді. Бұл жерде ұшақ билеттерінде отыратын орны және топтарының аттары жазылып тұрды. Бізде 18 оқушы болғаннан кейін 3 топқа бөлген дұрыс деп шештік. Және ұшақ билеті арқылы топқа бөліп алғаннан кейін бізде топтық жұмыс шаң сорғыш әдісі арқылы болды. Бұл жерде 3 топқа 3 тапсырма берілді, ойдан құралып алынған, және қазақ тілі өзіміздің 3 бәйтерегімізбен ұштастыру мақсатында осы берілген 3 жауаптың мәндері 3 бәйтерегіміздің туған күніне сай болуы керек еді. Топтық жұмысымыз осылай болды. Және шаң сорғыш әдісі деген трубкамен берілген жауаптарды орындарына қою болатын. Және 3 бәйтерегіміз Бейімбет Майлин атамыз, және келесі Ильяс Жансүгіров атамыз, келесі Сәкен Сейфуллин 3 бәйтерегіміз. Және жаңағы топтық жұмыстағы шыққан жауаптар осы кісілердің туған күндерімен сәйкес келді. Келесі біздегі жұптық жұмыс тапсырмасы болатын. Бұл жерде жұптық жұмысымыз алтын асық әдісі арқылы, яғни алтын асыққа берілген арифметикалық прогрессияның 5-ші мүшесін анықтаңдар деп таратылды. Енді бұл жерде бізде 8 жұп болды. 8 жұпқа бірдей арифметикалық прогрессияның 5-ші мүшесін анықтағанға тапсырмалар берілді. Және де бұл жерде 5 минут уақыт берілді. 5 минут уақыттың ішінде 8 топ өзінің жұмыстарын орындап, және тақтаға сенсорлы экранға жазып көрсетіп, және қатемен жұмыс бізде орындалды. Мынау біздің жұптық жұмыстағы алтын асық әдісіндегі жұптық тапсырмамыз, және экрандағы сенсорлы экранда жасау жолы. Келесі бізде жеке жұмысымыз Кахот бағдарламасы арқылы болды. Және бұл жерде Кахот бағдарламасында біз 10 тапсырма алдық. Сол 10 тапсырма алдық. Сол 10 тапсырмаға қарай бүгінгі сабақта қалған білімдеріменен Кахотты білесіздер, бізде жарыс түрінде өтеді, викторина. Және ол жерде бізде жазылады екен, оқушылардың өздері де көреді, қанша балл алған және қай жерден қате кеткенін. Және ол маған да кері байланыс ретінде менің де записімде Кахот бағдарламасының ішінде қалады екен.
және бізде ең соңғысы кері байланыс болды. Кері байланыс бізде почта әдісі арқылы. Бұл жерде менің ойымша сабақтың өтілу жайын айтады және не үшін олай болғанын айтады, себебін, және мысалы қай жері ұнады немесе қай жері қызықсыз болды, сонымен және баланың өзінің ойы қорыта айтқанда және өзінің ұсынысын айтып кетеді. Ал құрметті әріптестер, назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Осымен менің сабағым аяқталды.